Құдайдан қорыққан құр қалмайды. Аббасид халифасы Әл-Мансұр таққа отырған күні оған атақты ғұлама Мұқатил ибн Сүлеймен келіп кіреді. Халифа ол кісіге «Маған насихат айтшы» дейді. Сонда ғұлама «Естігенімді айтайын ба, әлде көргенімді айтайын ба?» дейді. Халифа «Көргеніңді айт» дейді. Мұсылмандардың әміршісі Омар ибн Абдуализдің 11 баласы болды. Ол өмірден өткенде артына 18 динар қалған. 5 динарға кебінделді, 4 динарға көмілетін жері сатып алынды, қалғаны балаларына таратылды. Алланың атымен ант етейін, аз уақыттың ішінде Омардың балалары күніне мыңдап садақа беретін деңгейге жетті. Ал дүниеден өтерде 11 баласының әр қайсына миллион динардан қалдырған Хишам ибн Абдумаликтің кейбір балаларының базарда қайыр сұрап жүргенін көрдім. Омар ибн Абдуализ өлім алдында жатқанда одан «Балаларыңа не қалдырдың?» деп сұраған еді. Ол «Балаларыма Алладан қорқуды қалдырдым. Егер олар ізгі, салихалы болса, Алла оларды өз қамқорлығына алады. Егер керісінше болса, олар күнә жасауға көмектесетін дүние мүлік қалдырмаймын» деген екен. Көп адамдар балаларына дүние жинап беріп, болашағын жарқын еткісі келеді. Дүние мүлік пен байлық бақытты қылып, уайым қайғыны болдырмайтындай көреді. Сөйтіп нағыз бақыт пен ұлы тыныштықты ұмыт қалдырады. Үлкен бақыт баласына Алланы танытуда. Қазақ адамға сенген мұрттай ұшады, Аллаға сенген құстай ұшады. Адамға сенгенің 2 көзі шығады, Аллаға сенгенің 2 бүйірі шығады. Құдай деген құр қалмайды, дейді. Алла тағала өзінің сөзі Құранда, артында әлсіз ұрпақ қалдыруға қалай қорықса қорықсын, олар Аллахтан қорқып, тура сөз айтсын.